Ана білесіз ғой оқиғаны, көп айтылып жатыр. Анау христиан мемлекетінде бір мұсылман елді анау христиандар басқыншылық жасап шауып алады. Сөйтсе Бақлани деген ұстаз елде жоқ екен. Келсе он мұсылмандар шауып әкетіп қалған. Артынан шауып барады, біліп тұр барғаннан кейін бұның да басы кететінін. Бірақ халқымды, елімді құтқарам деп барды. Барған кезде христиандардың патшасы айтады, поптарын шақырып алып, мына мұсылмандардың ұстазы кетті ғой, халқын құтқарам деп. Сазайын берсеңдерші жақсылап, сұрақтарыңды қойып депті. Поптар жиналып, сосын айтқан екен, ей, мұсылмандардың ұстазы Бақлани, сендер қандай адамсыңдар? Сендердің діндерің қандай дін өзі? Иә, христианнан қыз алуға болады дейсіңдер. Еврейден қыз алуға болады дейсіңдер, қатын қылуға. Бірақ өздерің мұсылманның қызын христианға да беруге болмайды, еврейге де беруге болмайды дейсіңдер. Қалай сендердің діндерің дегенде Бақлани не айтқан еді? Біз христиандардан қыз алатынымыз, олардың пайғамбары Исаны біз де пайғамбар деп қабылдаймыз, жақсы көреміз. Сондықтан Иса пайғамбардың үмметінің қыздарын ала береміз әйел. Еврейдің пайғамбары Мұса біздің де пайғамбар. Мұсаны да біз жақсы көреміз. Сондықтан Мұса пайғамбардың үмметінің қыздарын біз ала береміз. Аз сендерге біз қыз бермейтініміз, сендер біздің Мұхаммед пайғамбарды мойындамайсыңдар ғой дейді. Қайт береміз сендерге қызымыз дейді. Қараңызшы, бұл Алла тағала даналық берсін адамзатқа. Даналық деген керемет дүние. Сонда енді анау ұстаз Бақлани поптарға сұрақ қойыпты, қалай қатын бала шағаларың аман есен ба, жақсы жүріп жатсыңдар ма депті. Поптар айтты, деңіз ау ма сен деп. Не болды десе, қандай қатын бала шаға, деңіз біз үйленбейміз ғой депті. Сосын поптарға айтты, сендердің діндерің қандай дін өз? Үйленуге болмайды дейсіңдер де, Құдайға әйел бересіңдер, Құдайға бала бересіңдер депті да. Сөйтсе поп айтты ғой патшаға, тезірек құртпасаңыз мынау адамдарды мұсылман қылып жібереді. Құртыңыз ертерек, подаркасын беріп, жаңа сыйлығын беріп деп жаңағыдай. Міне сол сияқты ағайындар, егер пайғамбарлардың біреуіне иман келтірмейтін болсақ, біздің 6 иманымыздың ала болып қалады екен да, біз мұсылманшылықтан шығып қалады екенбіз.